Қорғансыздар 44-ші бөлім. Бүгінгі эпизодта Дебранның екі әйелін ұстап отқаны туралы көрсетіледі. Балалар мектептегі балалар бұларға орманнан шыққан балалар, алаяқ, өтірікші деген жазып жатыр. Алдында сыныптас үндеме дейді. Десе де балым жылап қалды. Мынадай сөздерді қатарды оққан балалар әлде мазақтауын қояр емес. Өсекші, өтірікшілер деп. Қонақ үйді басқаратын Дебранның анасы және көмекшісі айтып жатыр. Бүгін бізде аспазшы жоқ, орнына Азизе ханым барлық тамақты жасап жатыр дейді. Осы кезде енесі шошып кетеді. Олар бізді ұятқа қалдырады, ол қыз дейді. Бауырын күтіп тұрған, бірақ бауыры әлі де шығар емес. Болмағасын өзі келген кезде осы балым мен Сәметтің жылап тұрған, балым жылап отқан көрсетеді. Осы кезде Зылиха да келеді. Не болды балалар дейді. Бәрі дұрыс, тек балалар мазақтады дейді. Осы кезде тағы да Зылиханың сіңісі тиісіп қалады. Сен Юсуппен кездесіп жүрсің ғой, сол үшін кешігіп келдің дейді. Зылиха: жоқ, енді онымен ажырастым. Енді Юсуптың қызы емеспін дейді. Осы кезде ол жымиды, өйткені ол да Юсупқа ғашық еді. Ашуланған Дебран бірінші әйелі әлі де некеде тұрмаған, бірақ бұрыннан бері жүрген Бераға ұрсып жатыр. Сен менің жүрегіммен емес, арқамнан пышақ сұқтың. Сен неге менің жауыммен кездесесің? Енді мен сені ұнатпаймын, жек көремін. Енді арамызда ештеңе жоқ деп айқай шығарды. Ал мұнда әдеттегідей енесі Азизенің түгін қоймай ұрсып жатыр. Азизе уәде беріп жатыр. Мен барлығына үлгерем дейді. Осылай сіңілісі Зылихаларды шақырып алады. Маған көмектерің керек. Бүгін кешкі ауызашарға көптеген тамақ жасауымыз керек. Ал мұнда Бера: жоқ, мен сені әлі де сүйем, кетпеші. Мен олай үшін Зылиха үшін істедім. Ол сенің жанынан кетпегесін, сен оны сүйіп қалдың, сол себепті сені қызғандыру үшін солай болды. Бірақ оны елеп жатқан Дебран жоқ, тыңдап жатқан. Теме болса ұтышудан жалығып, өзінің соншалықты әлсіз екеніне жылап тұрған кезде оның бір адам Әли деген бір кісіні ұрып келді. Сен соған ұруға лайықтысың, көп ақша береміз деп оның адресін береді. Әли және ол адресті алады және телефонды да қоса алады. Өйткені Джемода әлі күнге дейін телефон болмаған. Осы кезде Юсуп келіп: сен қайда кетіп бара жатсың дейді. Жоқ, менің бір жұмыстарым бар, қазір келемін деп алжапқысын жинап шығып кетті. Юсуптың айтқанды тыңдаған емес. Ал мұнда әлгі сары қызды ойлап отқан Якуз, яғни Дебранның сүйіктісі, бірінші әйелі, оның кездескен күндерін еске алып қашып болып қалды. Якуз Үміт деп шақырып алып, Үмітке: ол қызды қалай болса да тап, маған тауып адресін барлығын жазып жер дейді. Үміт: қайдан табам, ол қандай қыз десе де шаруам жоқ, қайдан тапсаң онан тап, тезірек. Ол қонақ үйдің алдындағы сары қыз, шашы сары, көзі көкшіл, шетелше, түркше білмейді, сондай қыз тауып бер дейді. Бұны Якуздың анасы естіп қалды. Тағы да не бүлдіргелі жүр деп Үміттен сұрады. Үміт те ештеңе білмейтінін айтты, тек ол қызды іздейтінін айтты. Қонақ үйге ашуланып келген Дебран барлық ашуын анасынан алып жатыр. Анашы ізінен еріп: неге сен қызметшіні, аспазшыны қудың? Неге Азизе кухняны басқарып жатыр? Оны қызғаныш кернеп бара жатыр, Азизені өзінен озып кеткенін қаламай. Осы кезде Дебранның ашулы екенін естіген Азизе дереу сіңілдеріне жұмысты тапсырып, қазір мен келемін деп өзі Дебранға қарай жүгіреді. Дебран кабинетінде сөйлесіп жатыр жұмыс туралы. Осы кезде Азизе қарап: сен неге сондай ашулысың? Неге ашуланасың? Саған ашулана болмайды. Сен білесің бе дейді. Осы кезде: кетші бар, сен не шаруаң бар, менде не жұмысың бар? Кухня дедің, ас үй дедің, бар енді жұмыс жасап, айқайлайды Дебран. Ал Азизе болса: мен сен үшін жүрмін, сен тағы да төсек тартып қалмас үшін дәрігер саған ашулана болмайтынын айтты деп осылай айтып өзінің махаббатқа адал екенін дәлелдеді. Дебран өзінің ісінен ұялып қалды. Джема болса әлгі адамдардың берген мекен-жайына Әли деген кісіні іздеп келе жатыр. Кіре сала қорқытып: Әли ағадан сәлем деп еді. Ол кісі ашуланып кетіп: Әлимен қоса қора, сен сияқты қаңғыбастардан қорықпаймын дейді. Осы кезде Джема ашуға булығып
әлгі кісіні аямай тұрып соққы берді, яғни ұрып тастады. Өзі де бұл іске қалай барғанын білмейді. Өйткені қаңғыбас деген сөзі қатты намысына тиген болу керек. Ол қасқаның түтін шығарып, тіпті ұрам деп қолы кәдімгідей ісіп қанап кетті. Өзінен бірнеше жас үлкен, басында шашы жоқ кісі Мелисаның болашақ жұбайы, күйеу бала күйеу екен. Ол Мелисаны шақырып алып, қолына тоқпақтай алтын тағып, осы кезде оның сыртынан көріп қалған. Мына екеуі, қара аға, сенің қарындасың бір еркекпен отыр дейді. Қане деп қараған. Оның нағашысы, ой, ол біздің күйеу бала, үлкендердің ұсатын алған дейді. Осылайша ақшасы бар, кәсібі бай күйеу бала үшін қуанып, тіпті оларға сәлем берейін деп қастарынан екеуі жетіп келді. Негізгі жаман рөл деп ойлайды, бірақ өте керемет рөлдерін алып шыққан. Осы кезде қарындасы жақтырмаса да амалсыз қолындағы алтынды көріп, қане қарындасым, қазір ұры-қары көп, қолыңдағы алтыныңды маған бер, мен ешкімге тиіскізбей алып қояйын дейді. Осы кезде ол берген жоқ, күйеу баласын көрсетіп, ол мені қорғайды дейді. Осылайша төртеуі кафеде шай ішіп үйіне қайтады. Үміт болса әлгі сары шашты әйелді, яғни Бераны аңдып жүр. Оның таксиден түсіп, осы жақтағы Дебран жаққа келе жатқанын барлығын баяндап айтты. Ал Дебранға келген Бера, мен сені сүйем, мен сені шексіз сүйем, мен тастама, мен кете алмаймын дейді. Осы кезде бәрі бітті арамызда дейді Дебран. Бера жылап, онда мен өз-өзіме қол салып өлемін. Осылай тағы да қорқытады, құшақтайды, сүйеді, бірақ бәрібір Дебран қарсы шығып, ентігет арамыздағы барлығы бітті дейді. Анасы келіп қалады. Сол кезде ақталған Дебран бұл көмекші біріншіден директоры деп ақталады. Содан кейін ол көмекшісі келеді. Ханым, Азизия ханым барлығын бітірді, тіпті тамақтарының өзі дәмді дейді. Осы кезде өзінің жеңіліп қалып кешірім сұрайтынын білетін ол дереу тамақтарын атмен ешқандай қонақ келмесін деп Азизиден қалай болса да мен жеңілмеуім керек дейді. Азизиге қарап тұрып, енді келмейді қонақтар, бітті бәрі, өйткені бұл менің қожайынымын дейді. Ал мында кездейсоқ кездескен секілді Бераның алдынан шыққан Якуз, мен кеше сізді күттім, неге келдің, кет жолымнан деп ашуланған Бераға кешегі түсіріп алған алқасын көрсетті. Енді ол алға керек емес дейді. Сонда ды деген кім деп қояды. Осы кезде көмекшісі келіп, Бера ханым, Дебра сізді жеткізіп сал дейді. Осы кезде ғана Якуздың Дебраның әйелі екенін біледі. Ал мұнда балдыздарыма мен дастархан жаямын, ешқайда кетпе деген. Ал бұл үйде Рамизия ханым той туралы сөйлесіп жатыр. Барлығы бір үйде тұрады екен. Әлгі Мелисаның күйеу жігіті Рамизаның сіңілімі или әпкесінің ұлы екен. Ал мына барлығы жақтырмаса да ақша үшін, бизнес үшін осы күйеу баланы қабылдауға дайын. Зылиха екеуі енді ажырасты, өйткені оны ажырасуына көкелері себепкер болды. Сол үшін мұңайып тұрған Юсуп көзі Джемоның қолына түсті. Не істедің, тағы не бүлдірдің дейді. Мен ештеңе ұрған жоқпын, жай ғана қабырғаны ұрдым деп ақталады. Жалғасы бар.